Сергелдең 8-9 бөлім. Жадыраған жаздың алғашқы 10 күндігінде Ақан Ғайшаны айттырып, екеуі шаңырақ құрды. Төс қағыстырар құдалары болмаған соң, онсыз да разылығы жоқ Сәлима одан сайын терісіне сыймай жарылып кетудің сәл алдында. Қызылордадан Сәлиманың әжесі жақтан азғантай ғана туыстары келіп, шағын ғана той жасап ұзатып жіберді. Ақан мен Ғайша шын бақытты. Екеуі қол ұстасып сабаққа бірге барады, жұмысқа да бірге барады. Бұл уақытта Ғайша ыдыс-жуушы емес, зал директоры болды. Екеуіне қарап ел қызығатын. Сәлимадан басқасының бәрі бақытты. Бір күні Ғайша енесінің телефонмен сөйлесіп отырған естіп қалды. «Иә, бәрі жақсы өтті шүкір. Ненің дүниесі? Тұл жетім. Бота тыртиған біреуді әкелді ғой. Үйінде сәмсіреген кемпір мен оқушы інісі бар тыриған. Кәдімгі сүйіктер арсиған кедейлер ғой. Менің баламның арқасында Алматыға келіп адам болып отырған. Қайдан білейін, қайдан тапқанын. Айттым, балам Байқожаевтардың қызын ал деп. Қарасаң көзің тояды. Жақында әкесі новый шоқ алып беріпті үйше астына. Ақымақ қой мына топас, ақымақ дей бергенде ғана Ғайшаның үйге кіргенін байқап қалды. Дереу сөзді басқарнаға бұрып, пәленшеевтер түгенше келді, түгеншеевтер пәленше келді деп той жайлы әңгіме айтып жатқандай кейіп танытты. Ғайша жылап бөлмесіне кіріп кетті. Күйеуіне айтқысы келсе де, әжесінің енең мен күйеуінің арасында дәнекер бол қалқам, аспен ұрған таспен ұр деген ақылы санасында тулап тұр. Жалпы бұл жағдаят бірінші рет болғанымен соңғысы емес еді. Бұдан кейін де Ғайша бірнеше рет осындай сөздерді естісе де естімегендей болып жүре берді. Немерелі болған соң қояды деген үмітте болды. Осы ниет шығар, араға жарты жыл салып, аяғы ауырлап 9 ай 9 күнде дүниеге тұңғыштары бекарыс келді. Әулетте үлкен той. Сәлима келінді болғалы бірінші рет ыржалақтап күліп, көңіліне қуаныш орнағаны болды. Немересін үйге келгенде қолынан тастамай өзінің бөлмесінде Ғайша екеуін отырғызып тығып қойды. Ешкімді кіргізбей өзі кіріп тамақ шайын апарып Ғайшаға да бөпеге де өзі бас-көз болды. Ғайшаның енесіне көңілі жібіп шыға келді. Амалдың жоғынан мама деуші еді. Осы сәттерде бар жүрегімен мамалап жүрді. Бірақ Сәлиманың бұл әрекеті тегін емес еді. Сәлима келіні немересін өзінің қамқорлығына толығымен алып, өзіне бауыр бастырып, келінін еркелетіп, өзгерген кейіп танытты. Ғайша немерелі болған соң енем жібіді деп қуанышында шек жоқ. Ал негізінде бұл айлакер әйелдің құйтырқы жоспары еді. Арада 2 ай өткен соң Сәлима ұлын Өскемен қаласының шалғай ауданына филармонияға қызметке тұрғызды. Жаңа ғасыр, жаңа дәуір, жаңа Қазақстанның кіре берісінде бұл аудан қазақтануды жолға қойған кез еді. Оқуын тәмамдаса да 3 айлық іссапарға рұқсатнамамен жолға шықты. Ғайшаның көңілі қаймығып, амалсыз қала берді. Бұл қызмет аспаннан келмеген Асқар сезіп жүр. Бірақ дәлелі жоқ. Әйелінің нағашысы Өскеменге беделді қызметке тағайындалған соң, аяқ асты сонау Алматыдағы Ақанның Өскеменге шақырылуы кездейсоқтық емес. Әрине, кездейсоқтық емес. Сәлима ұлын отбасына кіндігі байланып қалмас үшін де қасына алып жатып жүрген еді. Енді міне басқа қалаға жіберіп жатыр. Сондағы мақсаты ұлы гастрольге шығып жүретін әнші болуы. Сол үшін әйелі мен баласы аяғына тұсау болмауын қадағалап жатыр. Апырай, адамнан айла асқан ба десейші. Әне-міне дегенше Ақан да жолға шықты. Кетерінде келіншегімен жаңа туылған ұлын қимады. Бала кішкентай, ауыртасыңдар. Ғайша барғысы келсе барсын, бірақ бекарысты алып қалам. Сухой молокомен өзім өсірем. Кете беріңдер. Бір жасқа келген соң онсыз да қасына жоламайсыңдар. Оған дейін емізде тұрсын. Бұл бала Асқар екеуміздікі деген бұйрықта асып кете алмады. Негізінде бұл Сәлиманың бетпердесі. Немересіне қызғанып тұрған кейіп танытқаны. Ғайша мен Ақан сол бетпердеге алданып, анамыздың көңілін қалдырмайық деп ұйғарған еді. Бөгде қала, бөтен адамдар, бәрі орысша,
Тіпті көптеген қазақтарда орысша ақанға бәрі жат, бәрі бейтаныс. Қалтасында ақша да аз еді. Жиған терген қайнысы азаматқа мен келем дегенше үнемде тек азық-түлік мен дәрілерін ал әженің деп беріп кеткен еді. Амалдың жоғынан ешбір жағдай жасалмаған, арзан үй жалдап тұруына тура келді. Бірақ қызметтің аты қызмет. Алғашқы сатысы. Әттең, алғашқысында сүрінді бұл жігіт.